Никому не дают воздух. Шапрашты. Менің атым Жолдас Еркебұлан. Мен Ұлы жүзден тарағанмын. Ұлы жүздің ішінде Шапрашты, Шапраштың ішінен Жапек елінен тарағанмын. Білуімше, Шапрашты көбінесе оңтүстік Қазақстанда таралған. Оңтүстік Қазақстан ол жаңағы сол Алматы облысының төңірегіндегі Ұзынағаш, Қаскелен, Қарғалы ауылдары. Мысалы, мен өзім Қарғалы ауылының туындысымын. Негізі өз басым мен деген өйстіп Қазақстанда тұрып, адамдар жүзге, руға бөлініп, немесе бір-бірлеріне сондай ру жүзге байланысты бір-бірлеріне мін тағуға мен өте қарсымын. Және де кішкентай кезімнен неше түрлі стереотиптерді естіп келемін. Сондықтан менің өз жеке басым, мен ондай нәрсеге қарсымын. Менің руымнан, Шапрашты руынан тараған Әбілқайыр ханды білем. Біздің рудың негізін қалаушы адам деп саналады. Және де мысалға атақты ғалымдардан айтатын болсақ, Шоқан Уәлихановты білемін. Біздің руда негізі естуім бойынша сондай бір жаман стереотиптер жоқ. Тек қана естігенім жаңағы нағыз қазақтар ол шапраштылар деп. Во власти одни шапрашты. В принципе, никого не впускают. Нұрсұлтан Назарбаев. Нұрсұлтан Назарбаев ол шапрашты. Шапрашты деген, значит, мықты деген. Этим все сказано. Шапраштинцы, они любят власть. Ну, есть мнение, что шапраштинцы все властолюбивые. Но я бы так не сказал, потому что один представитель их рода занял самое главное место нашей страны. Президент, да, как вы поняли. Это не говорит о всем роде, что они все властолюбивые. Возможно, они каждый по-своему там чилится. Шапрашты властный и воинственный народ. Билікті жақсы көретін, жақсы көрмейтін білмеймін, бәлкім бірақ сол оңтүстік Қазақстаннан жаңағы билікті жүргізе алатын қасиеті бар адамдар туылатын шығар. Бірақ та менің ойымша ол билікті жүргізу білу, билікті жүргізгісі келу адам, ол адамның ру немесе қай жүзге жататынына байланысты емес. Адамның бойында бар қасиет болса, мысалға адамдарды өзімен бірге алып жүру, ол Қазақстанның түпкір-түпкірінен шығады ондай адамдар. Да, вот шапрашты, трайбалисты, это было, но если я буду сейчас в подробностях рассказывать, то, возможно, ваш канал закроют, и меня закроют, и все. Без комментариев. Естуім бойынша былай айтады, бір жұмысқа өздері тұрып алса, өзінің туыстарын жан-жақтан тамырлары қысап, шапрашылар. Ол негізі рас, бірақ та мен ойымша бұл жерде ру жаңағы жүзге бөліну ол ешқандай арасында байланыс жоқ. Многие шапраштинцы считают, что Нурсултан Абишевич Назарбаев, их дед или родственник, они ставят его к себе на скрин, на обои, говорят, это мой дедушка. Я думаю, что это странно. Ол жайлы мен ештеңке айта алмаймын, тек қана білетінім жаңағы Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев өз күшімен жеткен адам билікке. Бұл жерде ру мен жүздің ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Есть такой некий стереотип, то что Найманов не ставят во власти, я не знаю почему, так, но это, говорят, делают шапрашты специально. Бұл жерде негізі сұрақ саясатқа байланысты сияқты кішкене, бірақ та мен өзім саясатқа қатты араласпаймын деп айта алмаймын, саясатты көп түсіне бермеймін. Бірақ та наймандар жайлы айта кетсек, наймандар жайлы сол көне тарихтан бері бір ой қалыптасқан. Наймандар қуылау болады, наймандар дөрекі болады, наймандар наглый болады деп. И менің ойымша ол дұрыс емес. Трайбализм практикуется, как сказать, в понятиях наших родителей, наших дедушек, бабушек. То есть именно они люди, я не скажу, что они все безграмотные, да, просто у них, как сказать, мышление все-таки не такое было, как в нынешней молодежи, да. И, конечно, да, трайбализм процветает, мне кажется, с 16 века чуть ли не, потому что тогда уже в Казахстане были жузы, были ру и все такое. И прежде чем прийти на это интервью сегодня, я спросил у своих сестер и братишек, да, я говорю, братишка, женился бы ты на найманке?
Он не стал думать, он печет, говорит, нет. Я говорю, почему? Не знаю. Я говорю, ну почему? Он говорит, ну потому что говорят, что найманки, они очень хитрые, они тебе, короче, то есть они наглые и хитрые, да, то есть это вот банальные такие стереотипы. И вот, и я заметил, что да, растущее поколение, кто не может фильтровать информацию, полученную от родителей, да, то есть видите, у них уже в понятиях сознание деления. Они уже делят людей по сортам. Они не видят человек, да, человек, то есть человек, как он есть человек. Они сразу уже определяют, какой человек, соответственно, его ру. Это очень глупо, я так считаю, деление на жүз и родов. Бүгін негізі өзімнің жаңағы руым немесе жүз жайлы естігенім бәрі ол мен үшін жаңалық емес. Ондай жаңағы стереотиптер Қазақстанның түпкір-түпкірінде барлық жерінде гүлдеп жатқан нәрсе. Ондай нәрселерге сене бермеңіздер. Адамды ру жүзге бөліп сынамаңыздар. Адамның сөйлеп немесе өзінің адамгершілігіне қарап сынаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Как есть каналына жазылыңыздар.